Бағанағы кеш басындағы көңіл күйінен ізде қалмаған Батырбек, тұнжыраған қалпы машина есігін ашып, әуелі Ханшайымды отырғызды. Өзі айналып келіп, рөлге отырғанша жағашқан жоқ. Үйге қайтамыз ба деді, сосын бұған сұраулы жүзбен қарап. Ханшайым иығын көтерді. Қайдам дегені, мейлі дегені белгісіз. Батырбек сырттай сабырлы күйін сақтағанымен іштей әлденеге кіжінулі сияқты көрінген. Газын қатты басып жіберген болуы керек. Орнынан ытқи қозғалған машина, қапталдас келе жатқан машиналарды орап өтіп, қала орталарына қарай заулай жөнелді. Орталыққа жақындаған сайын машина нөпірі көбейе түсті. Жаңағыдай заулату қайда? Іркес-тіркес болып, бағдаршам сайын кептеліп, қарға дыммен қозғалған машиналар легіне ілескен бұлар да ілбей жылжып келеді. Әшейінде жолаушы көлігінің ішінде келе жатып, кептелістерге түсіп қалғанда Ханшайым тықыршып, берекесі кететін. Бүгін мүлде жай барақат отыр. Тіпті осы жолдың таусылмауын, машина нөпірі азаймауын тілейтіндей. Сен үйге ертіп апарсам ба деп едім, деді бір кезде Батырбек алдына тесіле қарап отырған күйі. Ханшайым үндемеді. Өткенде тойда сені көргенімді, екеуміздің билегенімізді Раушанға айтып келгенмін, деді Батырбек сөзін жалғастырып. Шынымды айтса, мен бұлай билемегелі қашан, қатты әсерлендім. Көз алдына әлдебір шуақты сәтте елестеткендей, Батырбек көзін қиялдана жымыңқырап, болар болмас жымиды. Тойда ғана емес, қазірде сол әсерге сүңгіп бара жатқандай, жүзі алабұртып, әлденеге басын шайқап қойды. Тіпті қасында адам отырғанын ұмытып кеткен сияқты. Ешқайда асықпасаң, біздікіне барсақ қайтеді, не дейсің? Өз сезімімен өзі іштей арпалысып отырған Ханшайым не дерін білмей сасқалақтап қалды. Шындығында, Батырбектің ештеңені ашып айтпай, әңгімеден қашқақтағаны тіксіндірсе де, баяғы бала сезім лапылдап, ештеңеге қарайлатар емес. Тәуекелде, қанша жыл бойы осы кездесуді аңсап күтпеп пе едің? Әйелім бұрынғыдай сүйсе, сені іздемеседі ғой. Сенің де бақытты болуға құқың бар, дейді. Алды-артына қаратпай алып ұшқан сезім. Раушанда сені көргісі келетінін айтқан. Ол науқастанғалы бері ешкіммен араласа қоймаймыз. 4 қабырғаға қарап отырғанымыз сол. Көптен бері науқас па? 10 жылдай боп қалды. Кейде маған 10 жыл емес, бір ғасыр болғандай көрінеді. Даусынан торығу байқалды. Мейлі, барсақ барайық. Мұның келіскеніне Батырбек қуанып кеткен сияқты. Бет ажары өзгеріп, машинасын тауға қарай жүретін көшеге бұрды. Қалта телефонын алып, әлдекімге телефон соқты. Ажар, бұл мен ғой. Қалдерің қалай? Жарайды, мен келе жатырмын, сен үйіңе қайта бер. Ханшайым ештеңе түсінбеді. Ажары кім? Қызы ма? Онда неге үйіңе қайта бер дейді? Әлде үй қызметшісі ме екен? Есікті өз кілтімен ашып, алдымен Ханшайымды ішке өткізді. Сосын өзі кіріп келе жатып, Раушан, үйге қонақ келді деп дауыстады. Сол дауысты күтіп тұрғандай-ақ, кіре беріске қарсы жақтағы есік іле дыбыссыз ашылып, ар жақтан мүгедек арбасына отырған жас әйел бұларға қарай сырғи жылжып келе жатты. Бұл Раушан еді. Қош келдіңіз, деді ол Ханшайымға күлімсірей қол созып, төрледіңіз. Батырбек сілейіп тұрып қалған Ханшайымды айналып өтіп, арбадағы келіншектің бетінен сүйді. Хал қалай, деді көзіне үңіліп. Жақсы, деді келіншек, иегін әнтек көтере наздана қарап, өзіңше? Батырбек көзін сәл жұмып, жақсы дегендей басын изеді. Екеуінің амандық саулық сұрасуында өзгеше бір жылылық бар екендігін байқамау мүмкін емес еді. Ханшайымның іші ұлып қоя берді. Сен қонақты төргі бөлмеге апар, мен шай қояйын. Раушан арбасын оп-оңай кілт бұрып, ұзын дәліздің түбіне қарай сырғи жөнелді. Бекер келген екенмін деп ойлады Ханшайым. Бекер. Қаққан қазықтай болып тұрған мұның жан арпалысын Батырбек түсінген сияқты. Тұнжырай қарап, күрсініп қойды. Жақ ашып ләм-мим деместен, шынтағынан демей ұстап, қонағын төр бөлмеге қарай алып жүрді. Шай ішіліп болған соң Батырбек, қыздар, сендер әңгімелесе тұрыңдар, мен ыдыс-аяқты жинап тастайын деп, бұларды оңаша тастап шығып кетті. Есіктен кірген сәттен бері Ханшайымның жанына тыныштық бермеген, бірақ тілін тістеп,
Қоя алмаған сұрағына жауап беретін әңгіме осы кезде айтылды. Біз Батырбек екеуміз училищені бітірген жылы үлкендердің қоя тұрыңдар деген тілін алмай гастрольге барамыз деп үйден қашып кетіп, үйленіп едік. Раушан сол кездерін көз алдына елестетіп жымиып қойды. Менің әкем үлкен қызметкер кісі. Ұлы жоқ, 2 қызы бармыз. Сіңілім Ажар жаңа сіздердің алдарыңызда ғана үйге кетті. Ал Батырбек ауылдан келген, көп балалы отбасынан шыққан. Бірақ әке-шешесінен жастай айырылыпты. Сондықтан да болар, менің әке-шешеме деген құрметі ерекше. Менің бағыма қарай ата-анам да оның балалық махаббатын қабыл алып, бауырларына басып, өз ұлындай көріп кетті. Біз сондай бақытты жұп болдық. Сенесің бе? Екеуміз күнде таңертең сүйісіп қоштасып, кешке сағынысып көрсетінбіз. Арада өткен жылдар сезімімізге қылауда түсірмей, қайта күн өткен сайын нығайта бекте түсті. Биде де, өмірде де жұбымыз жазылған жоқ. Батырбек жеке партияларды да тамаша орындайтын. Уақыт өткен сайын өнері өрлеп, елге танымал бола бастады. Қабілет дарынының арқасында өз қатарына қарағанда ертерек көзге түсіп, марапат, сыйлықтарға ие болды. Кейбіреулеріне әкемнің ықпалында болған шығар деп ойлаймын. Бірақ қазір заман сондай ғой. Қолдаушың, сүйенерің болмаса, қанша жерден дарынды болсаң да еңбегіңнің дер кезінде лайықты бағасын алуы қиын. Ал Батырбектің жалғыз сенгені өнері, жалғыз сүйенері отбасы еді. Ал біз оны барынша қолдап бақтық. Сол бір өшпес қасірет әкелген күнге дейін бәрі де тамаша еді. Әкемнің 50-ге толғанын ағайын туыс, дос-жарандары жиналып тойлап жатқанбыз. Өмірдің қай саласында болмасын бақталастық деген бар ғой. Бізге де соның кесірі тиді. Батырбектің өнерінің өзіне қарағанда көбірек еленгенін, марапат атақтарға ертерек ие болғанын көре алмай жүрген бір әріптесі араққа сылқия тойып алып, шырқымызды бұзбасы бар ма? Немене, қайнатаңа жаның қалмай жағымпазданып жүрсің бе? Жүгір, құйрық жалсыз күшіктеу деп ыржалақтап тұрғанын естіп қалдым. Сол сәтте әшейінде ұстамды жанның қап-қара боп түтігіп, жұдырғала жүгіргеніне таңырқап та үлгерген жоқпын. Күйеуім жәбірлеушісін бір ұрып қалпақтай ұшырды. Атып тұрған ол да бұның жағасына жармасып, енді екеуі ұмар-жұмар боп жерге бір құлады. Атып тұрған ол да бұның жағасына жармасып, енді екеуі ұмар-жұмар боп жерге бірге құлады. Бір-бірін аяйтын емес. Абырой болғанда жігіттер екеуін ажыратып, екі жаққа алып кетті. Батырбектің үсті басын қағып жатыр едім, ол кенет, жүр, үйге кетеміз деді. Қалай? Папамның тойын тастап па дей бергенімде жүгіріп жеткен анам, құлыным, ешкімнің сөзіне мән берме, сенің өнеріңе баға берілетін жер бұл емес. Осындай кейбіреулердің мақсаты әкелерінің тойының шырқын бұзу деп өксіп жылап жіберді. Ашуын баса алмай, ішінен тығылып тұрған күйеуім, киімімді ауыстырып келейін деп сыртқа беттей берді. Жүрегім әлде бір сұмдықты сезгенде соңынан мен де тұра жүгірдім. Аңтарыла қараған анама, мына күйеумен бірдеңеге ұрынып қалар, қасында болайын дедім жүгіріп бара жатып. Орнынан қозғалып бара жатқан машинаға мініп үлгердім-ау әйтеуір. Батырбектің түрі адам шошырлық еді. Көшеге түсіп алып, бар жылдамдыққа салып айдадай келіп. Тоқтат машинаны, есіңді жи, аударыламыз қазір деп жалынып келем. Ол түк естімегенде безеріп газды баса түседі. Бір бұрылыста көшеден өтіп бара жатып, асып-сасып қалған жаяу жүргіншінің ербең еткен қолын ғана байқап үлгердім. Бір бұрылыста көшеден өтіп бара жатып, асып-сасып қалған жаяу жүргіншінің ербең еткен қолын ғана байқап үлгердім. Сосын шиқ еткен тежегіштің үні есінде қалыпты. Қатты соққыдан көз алдым жарқ ете қалды да, тұңғиыққа батып жүре бердім. Есімді ауруханада жидым. Қасымда анам отыр екен. Көзі шүңірейіп жүдеп кетіпті. Денем қозғалмайды. Қол аяғым зілдей. Тілімді әрең икемге келтіріп, Батырбекті сұрағанымда анам жылап отырып, оның да осында екенін, бірақ әлі есін жимағанын айтты. Жол көлік апаты бойынша іс қозғалыпты. Бірақ тергеушілерді әкем қасыма жолаттырмады. Абырой болғанда, көшеден өтіп бара жатқан адамды періште қаққан болар, аман қалды. Әкем оны да бір жатқан ауруханаға жатқызып, бүкіл ем-домын жасатып, шығындарын өзі төледі.
Әйел адам мен ер адам бірдей қан жоғалтса, ер адам өліп кетуі мүмкін, ал әйелдің тірі қалуы ғажап емес, деді маған емдеуші дәрігер. Сондықтан күйеуіңнің жағдайы қалай болатыны әлі белгісіз. Ең жаман хабарды анам ол кезде дәрігерге айтқызбапты. Сол апатта мен бойыма біткен тұңғыш нәрестемнен де айрылдым. Батырбек 5-ші күн дегенде есін жиды. Оны сотталудан құтқарып қалу үшін әкеме машинаны мен жүргіздім дегенмін. Біз қақып кеткен адамға жалынып жалбарынып, сый-сияпатын жасап, бұдан кейінде көмектесіп тұрамын деп әкем қолхат берген соң, екі жақтың ризашылығымен іс жабылды. Батырбек әбден сауығып кеткенше мұның бірінде білген жоқ. Мен сол жатқаннан тұрмадым. Жасатпаған ем қалмады. Бірақ бір күні енді маған аяқ басып жүру жоқ екенін түсіндім. Сондағы жай күйімді айтпай-ақ қояйын. Өмір сүргім келмегенде кездерім болды. Ақыры көндім. Раушанның әңгімесін жылап сықтамай, сабырлы байыпты қалпын сақтай отырып айтқанына Ханшайым әрі таң қалды, әрі сүйсінді. Кім-кімге де үйде отырып қалып оңай емес қой. Бірақ үнемі ел алдына жарқ-жұрқ етіп шығып, өнерімен ел ықыласына бөленіп жүрген адамға бәрінен қиын шығар деп сөзін жалғастырды Раушан. Біз сол жол апатынан кейін үй тұтқынына айналдық. Мен арбаға таңулымын. Батырбек болса менің қас қабағыма қарап ешқайда бармайды. Алғашында бұл жайды осылай болу керек деп қабылдайтынмын. Соңғы жылдары өзгеше уайым жанымды жеп, бір әлжуаз ой байысап тұрмай жүр. Сенмен сөйлескім келгені де сондықтан. Раушан өзіне таңдана қараған Ханшайымға қолын созып, өзіне жақынырақ отыруын өтінді. Қазір бір ерекше қуанышты жайды айтатындай, жүзі жайдарлана жымиып бұған мейірлене көз тастады. Батырбектің өзімді сүйетініне еш күмәнім жоқ. Бірақ мені қинайтыны ол осы жағдайдың болғанына өзін кінәлап, арының тұтқынына айналды. 10 жылдан бері бар уақытын мені бақып қағуға арнап, жас өмірі қызық қуанышсыз өтіп барады. Міне, 40-қа да тақап қалдық. Біздің қатарымыздың балалары мектеп бітіргелі жатыр. Осы кезде ғана оның бағанадан бергі бір қалыпты дауыс ырғағы бұзылып, әдемі, аялы жанарын жас кенереледі. Дем жетпегенде қинала жұтынған Раушан көзінен мөлт етіп сырғып түскен жасты алақанымен сүртіп, сәл үнсіз қалды. Сосын бұған кінәлі жандай жалтақтап қарап сөзін жалғастырды. Сенімен тойда билеген күні батырым үйге жадырап, қуанышты оралды. Той қызықтарын лепіре айтып, әсіресе би сайысын қайта-қайта есіне алды. Раушан, мен бір керемет бейші келіншекпен биледім. Тіпті ол бейші емес, жанды сурет сияқты. Ал әр қозғалысын төгілген әуендерсің. Қызық, осы уақытқа дейін ондай бейшінің атын естімеп едім. Әлде бұл қалаға енді келген өнерпаз бекен деп біразға дейін өрекпеген көңілін баса алмады. Мен оның басқа бір әйелдің сұлулығын, бейін тамсана әңгімелегеніне еш тарылған жоқпын. Ол ма? Мен оның осылай жарқылдап күліп, лепіріп сөйлейтін кезін аңсап күтіп жүредім десем сенесің бе? Осынша жыл бойғы жұбайлық өміріміз, бастан кешкен қиындықтарымыз бізді ерлі-зайыптылардан да гөрі жақындатып жіберген дейтін. Жан жарымды жақсы көргенім сонша, оның мүгедек әйелге байланып, нағыз ер адам бастан кешер қызықтардан құр қалғанын, бала сүймегенін, әке болу бақытынан айырылғанын ойлап жүрегім қанжылайтын. Ажыраспақта болғанмен ол маған бұл туралы айтуға тіпті ойлауға да тыйым салды. Өбектеп, қас қабағыма қарап бағып, менің ыңғайымен өмір сүруге дағдыланып алды. Жұмысына барады, төтесінен үйге қайтады. Ойын той қонақтықтарға да өте сирек барады. Қалған уақытының барлығын маған арнайды. Далаға серуендетуге алып шығады. Бірге отырып бейнефильмдер көреміз, кітап оқимыз. Осы әдеттерінен оның көңілін бір ағадан бөле алады. Ол сіңілім Ажардың кішкентай баласы. Ол келгенде екеуі осы үйді бастарына көтеріп ойнайды. Алысады-мау, бір-бірін қытықтайды-мау, әйтеуір ойлап таппайтындары жоқ. Сол кезде оның жанарында шуақты сәуле, өткенде сенімен билейтін тойдан қайтқан кездегідей нұрлы жарқыл пайда болады. Бұл оның шексіз бақыттылығының белгісі екенін сонау екеуміз билеп жүрген кезден түсініп, көңілге түйгенмін. Мұның бәрін неге айтып отыр деме, қазір бәрінде түсінесің. Училищеде жүргенде сенің де оны ұнататыныңды сезгенмін. Байқауда Батырбекке жұптас етіп, сенің белгіленгеніңді естігенде қызғаныштан көзім жасы сорғалап, күні-түні байқаудың өтпей қалуын,
Не болса ол болсын, әйтеуір сендердің жұптасы белемеулеріңді тілегенмін. Бірақ ол жолы белемегенмен сендер бәрібір осы жолы беледіңдер. Бұл әу бастан солай болуы тиіс еді. Екеуміз де бидің маманымыз. Тілмен айтпағанда бимен айтуға боларын білеміз ғой. Біраз тілдесіп ұғысқан шығарсыңдар. Ханшайым Раушанның төтесінен қойылған сауалынан сасқалақтап, не айтарын білмей қалды. Оның көзі жыпылықтап, беті дуете қалғанынан өзінің қателеспегенін түсінген Раушан жымиып қойды. Өзі әңгімесін бастағалы бері ләм деп тіс жармай, сөзін де бөлмей, сұрақта қоймай тыңдап отырған Монтаны келіншекке іш тарта бастағандай. Енді саған айтар басты шаруама көшейін деді содан соң. Сенен өтінерім, мені түсінуге тырыс. Саған айттым ғой, батырымды жанымда жақсы көргендіктен оның бала сүймегеніне, әкелік сезімді бастан кешпегеніне қатты қиналамын деп. Өзіне салса, өмірден осылай мені бағып қағумен өтуге бар сияқты. Бірақ бұл маған жақсы болғанымен, оған қатысты алғанда әділетті емес екенін түсінем. Сондықтан да осындай шешімге келіп отырмын. Оны сүйгендіктен. Ол терең күрсінді. Батырым сені ұнататын сияқты, бірақ маған деген сезімінде сөніп қалды дей алмаймын. Парасатты ғой. Менің осындай күйге түскеніме өзін кінәлі санағандықтан, арынан аса алмай, бар сезімін құрсаулаумен күн кешіп жүрген болар дегенде ой келеді. Бірақ қалай болған күнде де, оның отбасынан ешқайда кетпейтініне көзім жетті. Менің орнымда басқа біреу болса, күйеуінің мұндай ісіне риза болып, тып-тиыш отырар ма еді бәлкім. Бірақ мен оны жақсы көремін, жан тәнімен сүйемін ғой. Ал сүю дегеннің өзіңнің ғана рахатқа кенелуің емес, сүйгеніңнің де бақытты болуы екенін шын сүйген жан ғана түсінеді. Мен де батырымның өмірде нер азамат сияқты қызық көруін қалаймын. Ойлай мен мынадай шешімге келдім. Сен екеуің қосылсаңдар қайтеді? Ханшайым орнынан атып тұрды. Өзін тежемек болып басталған Раушанның қолынан жұлқына босанып, алды-артына қарамай үйден шыға жөнелген Ханшайым қараңғы көшеде келе жатып ағыл-тегіл жылады. Біресе жан жүрегімен қалаған адамын еш алаңсыз, бөліп жармай, емін еркін құшып сүюді тағдыры бұйыртпаған өзін аят. Біресе бүкіл қызығын қиып, арбаға таңулы адамға байланып отырған Батырбекке жан ашыды. Біресе тәні мүгедек болса да, адамгершілігі 12 мүшесі сау адамның қай-қайсынан да биік, біреуді сүюдің жауапкершілігі туралы терең ұғымы бар. Мен бақытты болсам деп емес, сүйгенім бақытты болса деп тілейтін Раушанның сөздеріне жүрегі езіле егілді. Ол емес, өзімізден басқаны ойламайтын біз мүгедекпіз деп өксей күбірледі. Үйіне қай кезде жеткені есінде жоқ. Есік ашқан қызының көзіндегі үрейді көргенде ғана өзінің көшеде ұзағырақ жүріп қалғанын түсінді. Мама, телефоныңызды неге алмадыңыз? Әбден қорқыттыңыз ғой деді анасының құшағына құлай берген қызы сыбырлай сөйлеп. Сонда ғана Ханшайым есін жиды. Ойланып кетіп естімей қалғам ғой ботам. Кешір күнім деді қызын шашынан сипап. Бөлмесіне кіріп қараса, қабылданбаған қоңыраулар тізімінде қызының телефон нөмірімен кезектесіп, бір бейтаныс нөмерден әлде неше рет қоңырау келіп түскен екен. Кім болды екен деп ойлады да қойды. Сөйткенше болған жоқ, хат келіп түскенін хабарлап қалта телефоны шиқ-шиқ етіп белгі берді. Бұл да жаңағы бейтаныс нөмірден екен. Жалынамын, тілегімді қабыл алшы. Ниетімнің ақтығына Алла атымен ант етемін, Раушан. Деген сөздерді оқығанда, тағы да жүрегі езіліп, көзіне жас парлай жөнелді. Раушан одан кейінде әлде неше рет телефон шалды. Сырт адамға сыр бермегенімен, Ханшайым безектеп жатқан қалта телефонындағы Раушан деген жазуға қарап, тұтқаны көтерер-көтермесін білмей, іште егіліп, мең-зең болып отыратын еді. Бір ойы Раушанның сөзін құп көрсе, бір ойы бәрін теріске шығарып, басы қатып жүргенде мәселе күтпеген жерден өрбіді. Тойдан кейін бірер ай өткенде, жас жұбайлар жаңа пәтерлі болып, екі жақтағы туыстарын қоныс тойға шақырғантын. Апа жездесімен бірге келген Ханшайым үйді тамашалап жүргенде, есік қоңырауы шылдырлап, арбада отырған Раушанды алға салған бір топ қонақ табалдырықтан аттады. Күтпеген кездесуден сәл абдырап қалған Ханшайым өзіне көзі түскенде, Раушанның қуанып кеткенін қалай жорырын білмей, ерлі-зайыптылармен бас изеп қана амандасты.
Дастархан басындағы жастардың жаңа үйлеріне қатысты жайма шуақ әңгіме қонақтардың қызуы артуына қарай әр бағытта өрбей бастады. Біреулер күлдіргі әңгіме айтса, біреулер әйелдер мен еркектердің теңдігі жоқ екенін айтып өжектеді. Қызулау қонақтың бірі тақырыптың арнасын бұрып, екінші әйел алу туралы мәселені қозғағанда, Батырбек әйеліне тақап кеп, шаршаған жоқсың ба? Үйге қайтайық па деді. Раушан басын шайқап, жоқ, шаршаған жоқпын. Әрі әңгімеде ұнап отыр деп, күйеуіне күлімсірей жауап берді. Еркектерге керегі де осындай сөз еді. Міне, ақылды адамдар осылай деу керек деп, кеу-кеулеген оларды қыз-келіншектер жағы жаратпай қарағанымен, сол жердегі мосқыл тартқан әйелдер құптай жөнелді. Әсіресе құдағидың жеңгесі, кезінде белді қызметтер атқарып, белеп төстеп сөйлеуге үйренген Әмин апай жас келіншектерге біраз ақыл айтып тастады. Сендер бір күйеуді меншіктеп, сүлікше жабысып, айрылғыларың жоқ. Ал қаншама қыз оң жақта қартайып отыр. Олардың да күйеуге тиюіне, бала сүюіне қақысы бар емес пе? Солардың көбі екінші әйел болуға да бейіл. Тек еркектер мына сендер сияқты өзімшілдеріне аса алмай жүр. Иә, дәл солай деп құптап қойды қызу қонақ. Жөн айтасыз құдағи деді. Осы ортада оқымыстылығымен танымал апай. Бізде ата дәстүрді насихаттау жоқ қой. Өткенің бәрін мансұқтай береміз. Салтымыздың жақсы жақтарын алу туралы қазір аз айтылып жүрген жоқ. Солардың қатарында сіз айтып отырған мәселеде көтерілуі керек. Ол ақыры демографиялық ахуалды жақсартуға болатынын айтып, жетелеріне жеткізу керек. Мына сіз сияқты үлкен кісілер телевизордан сөйлеп, соны түсіндіру керек деп ойлаймын. Кешіріңіз деді осы кезде. Бағанадан бергі әңгімені үнсіз тыңдап отырған Раушан, оның мінберде студенттерге дәріс оқып тұрғанда екпіндете сөйлеген сөзін бөліп. Кешіріңіз апай, мен сізді сыйлаймын, бірақ сіз, әйтпесе Әмин апай немесе басқа бір қадірменді қария апай осы әңгімені телевизордан айтатын болса, мен барып оны өшіріп тастаймын. Жұрттың бәрі демін ішіне тартып тына қалды. Мұндай бас қосуларға өте сирек келетін, келсе де әдетте көп сөйлемейтін Раушанның бұлайша оқыс тіл қатуы отырғандар үшін күтпеген жай еді. Сәл тыныстап алған Раушан сөзін әрі қарай жалғастырды. Қатты айтсам айып етпеңіз апай, сіздердің жасыңызда күйеуді басқа елге нақсүйер етіп бер деп үгіт жүргізу оңай деп ойлаймын. Өйткені жасыратын несі бар? Сіздер ыстық суығы басылған жастасыздар ғой. Әрі өзіңіз айтқандай, мақсат демографиялық ахуалды жақсарту болса, бұл мәселені шешудегі салмақ 60-та алқымдаған кісілерге жүктелмейтіні белгілі. Сондықтан сіздердің жүргізген үгітіңіз отбасыларыңыздың береке бірлігіне әсер ете қоюы не ғайбыл? Дегенмен мен телевизордан сөйлеп, насихаттау керек дегенді қолдаймын. Бірақ сіз сияқты қариялар емес, біздің жасымыздағы әйелдер насихаттауы керек. Дастархан басындағылар ештеңеге түсінбей, бір-біріне қарасып, ақыры бұл жұмбақ ұсынысты Раушанның өзі түсіндіруін күткендей, мойындарын соған қарай бұрды. Раушанның әр сөзін салмақтап, таразылап алғандай нық сөйлеуі, оның осы тақырып бойынша бүгін ғана ойына келген әңгімені емес, өзін талайдан толғантқан мәселені көтеріп отырған байқатқандай. Ол бір сәт толқыныстан дір-дір еткен демін басып, отырғандарға айнала көз тастады да, сөзін әрі қарай сабақтады. Иә, мен телевизордан сөйлеп насихаттау керек дегенді қолдаймын. Мысалы, мен шығып сөйлер едім. Әр дастарханда дерлік айтылатын, біреу ұнатып, біреу жақтырмайтын тақырыптағы әңгіменің күтпеген бағытта өрбей бастағаны, жаңа ғана өрекпіп отырғандардың өзін тосылтып тастады. Аңқаулары аңырап отырғанда, сыңғылаулары бүгінгі әңгіменің мүлде тосын оймен, көпшілік ойламаған тұжырымен түйінделетінін сезгендей. Сол сезімдері алдаған жоқ. Кеудесін кере терең тыныстап дем алған Раушан, мен батырымды жанымдай жақсы көретіндіктен, оның бұл өмірде бала сүймей, әке болу бақытын сезінбей өткенін қаламас едім деп, солқылдап жылап жіберді. Мұндайды күтпеген Батырбек әуелде отырған орнынан тұра алмай қалды. Әңгіменің мазмұны санасына сосын барып жеткен болуы керек, өңі әлем тапырақ болып кеткен ол қалтыраған қолымен әйелін арқасынан қаусыра құшақтап, арбасын есікке қарай қозғады. Осы кезде өз-өзіне келген Раушан күйеуіне тұра тұршы дегенде ишара жасап, арбасының қол тежегішін басты. Сосын отырғандарға жағалай көз тастап, сәл әріректе тұрған Ханшайымға қарай арбасын бұрды. Болған жағдайдың бәрін жүрегімен қабылдап,
Өңі құп-қу боп тұрған оған қиыла қараған Раушан: «Ханшайым, сүйеу дегеннің сүйгеніңе бақыт сыйлау екенін екеуміз де білеміз ғой. Осы отырған қауымды куә етіп, жанымдай сүйген жарымның алдында Алланың атымен жалынамын. Батырбекке қосылып, оған әке болу бақытын сыйлашы», деді, даусы дір-дір етіп. Осы оқиғаға куә болған қауым арада жылға жуық уақыт өткенде қайта жүздесті. Мәз-мейрам боп қуанысып жүздесті. Той иелерінің өтінішімен кешқұрым мейрамхана алдына жиналған көпшілік көше басынан баяу жылжып келе жатқан есік пен төрдей ақ лимузинді көргенде ду қол шапалақтады. Сырғи келіп тоқтаған машинадан алдымен түскен Батырбек оның артқы есігін ашып ет, жүзі бал-бұл жанып, құндақтаулы сәбиді құшақтаған Раушан арбасымен сырғып түсе қалды. Екінші есіктен шыға берген Ханшайымның қасына жымия жақындаған Батырбек оған жоғары жақты нұсқап: «Саған айтқан сюрпризім осы», деді өз ісіне риза кейіппен. Сюрприз деген сөз кеше Раушанның да аузынан шыққан. Осында келердің алдында қызы да сізді сюрприз күтіп тұр деп еді жымыңдап. Енді міне, Батырбек үлкен бір істі тындырғандай және мұның көңіл қалауын дөп басқанына сенімді қалыппен маңғаздана жоғары жақты нұсқайды. Жиналған жұрттың өзіне ауған назарынан сәл қымсынған Ханшайым анықтап жан-жағына қарап ет, жүрегі шым ете қалды. Батырбек екеуі билеген мейрамхананы жазбай таныды. Толқыныстан көзіне келіп қалған жасты ешкімге көрсетпейін деп, басын сәл шалқайта жоғары көтере берген. Ал қаракөк аспанға қызылды жасылды сәулесімен нұр шашып, әрбір әрпі билеп тұрғандай болып жазылған екі сөзге жанары арбалды да қалды. Ғажайып танго. Ханшайым қанша уақыт өтсе де ұмыта алмаған алғашқы махаббатымен кездесіп, ұғынысқан сәтті есіне салып, телеге теңіз мағына сыйғызып тұрған екі сөзге қайта қарай берді.